басқанда күндізімізді екеуміз бір жарық шаша алмадық. Шын сүйдік жүректен бір-бірімізді, амал не тағдырдан аса алмадық. Жастамды көзімнен есіме түссе, үмітім үзілді күн өткен сайын. Ешкімді ешкімге қоспайды күшпен, түсінсе көңілмен сезімнің жайын. Жазғанына тағдырдың амалсыз бағындың ба сен? Көздеріңнен жас тамып амалсыз сағындың ба сен? Сағындың ба сен? Жазғанына тағдырдың амалсыз бағындың ба сен? Көздеріңнен жас тамып амалсыз сағындың ба сен? Мүмкін емес. Мадияр, бәрі дұрыс па? Дәрігер не дейді? Үйге барған соң сөйлесеміз. Иә, үйге барайықшы. Мен де қатты шаршадым. Қызым, бір мен тұра тұр, Шәкеңмен сөйлесіп алайын. Дария, айыру шаршады. Қарны да ашты. Үйге қайтайық. Мадияр, сен менен бірдеңе жасырып тұрсың, жүрегім сезіп тұр. Не деген түсінбейтін адамсың? Айттық қой, үйге барған соң сөйлесеміз. Жақсы, мен такси шақырайын. Не істеп жатсың, балапан? Не көріп жатсың? Қайным, Ау. тамақтарыңды дайындап қойдым. Рахмет жеңше. Енді сіз Мадиярғалар келмей тұрып тез кетіп қалыңыз. Қонақ болғасын, тамашалап әуре болмай қойсын деген ғой. Дұрыс қайным. Қонақты сыйлау керек. Оның үстіне мен де Дариямен отырып жақсылап таныса алмадым. Онда сіз кешірек келсеңізші үйге. Сіздің фирменный шайыңыз ішіп отырып, жақсылап отырып танысамыз ғой. Қайным, сен де жеңешең көңіл көтеруді білесің. Мен де енеме барып, тамақтарын істеп, дайындап келейін. Сөйтіңіз. Я. Қызым, Альбина, жүра ғой. Анасын аяруды күтпейміз бе? Айарылу келсін, сосын таныса жатамыз. Жарай ма? Жарайды. Жақсы же. Жақсы қайным. Яссауиден алған ұлы батаны, Түркістаным бар түріктің отаны. Дүлей тарих тауқыметін арқалап, сан ұрпаққа тараған даңқ атағы. Қилы заманы өтті сенің басыңнан, жеңдің талай дұшпаныңды басынған. Сараң тарих таразысы кемелшеп, кездерің көп арбаласы башынған. Түркістанда ту тігіп, түрк әлемі түрленер, жас ұрпағы ой түйіп, алар тәлім. Тарихымен тілдескен, болашақпен үндескен, Түркістаным тұраным, айбар елім. Түркістанда ту тігіп, түрк әлемі түрленер, жас ұрпағы ой түйіп, алар тәлім. Тарихымен тілдескен, болашақпен үндескен, Түркістаным тұраным, айбар елім. Санамызды сарғайтқанда сан сұра, бостандықтың атты таңы жарқырап. Күллі түрік әлеміне нұр шашқан, Түркістанда жанды өшкен шамшырақ. Жаңа ғасыр ұлы тұрын ғасыры. Жақсы, мен жұмыстарына риза болып отырмын. Барлығын әдемі салып жатыр енді. Уақыты келгенде мен барлығын
уақытысымен тапсырып үлгерсек жақсы болады. Иә, Ана жерлердің барлығын бәрін салады ғой. Мына Иә. орталық алаң болады ана жерде. Иә, мынаны ашуыңыз керек. Не ашылады, фонтан ашылады. Иә. Жақсы, рахмет. Жақсы. Аман болыңыздар. Жақсы. Бастайық. Мына қалпақтар. Жалпы жұмыстарыңа ризамын. Жақсы болып жатыр барлығы. Мадияр, саған не болды? Көңіл күйің жоқ қой. Дәрігер не деді? Дария, біз құрыдық. Не айтарымды да білмеймін. Мен қызымды аяққа тұрғызам деп. Бар күш-жігерімді. Мадияр, сен менен не жасырып отырсың? Өтінем, айтшы. Қалай айтарымды да білмеймін. Айтуға аузым бармайды. Бізге тездетіп ақша тауып, қызымды емдету керек. Дәрігер солай деді ме? Уақыт жоқ. Дәрігер солай деді ме? Мадияр, жасырма, айтшы, менен не жасырып отырсың? Өтінем сенен. Бел омыртқасының ісінуі емірті қорытындысы бойынша жаман ауру деп болжап отыр. Бірақ нақты емес. Жоқ. Сен не деп тұрсың, Мадияр? Олай болуы мүмкін емес. Мадияр дейм. Сен не айтып тұрсың? Мадияр, ол біздің жалғыз қызымыз ғой. Мөлдір, кеше одадан шыққан науқастың туыстары келді ме? Жоқ, қоңырау шалдық, жолға енді шықты. Сонда ол жігіт түркістандық емес пе? Алматы қаласынан болу керек. Лондонда болашақ бағдарламасымен оқып келген. Білікті маман. Іс-сапармен келген. Кешке жұмыстан шыққан кезде көлік қағып кеткен. Сен оның бәрін қайдан білесің? Бізге әкелген кезде төлік құжаттары болмады ғой. Кеше журналистер келген кезде ушу болған жоқ па? Сол кезде естідім. Иә. Қазіргі адамдар не болып кеткен? Көлікпен соғып қашып кетеді. Қашып қайда барады дейсің? Ұсталады. Жарайды қыздар, жұмыстарыңа кірісіңдер. Мен Айдар Сағдатұлына жолығып қайтайын. Айдар Сағдатұлы Арман Бектұров мырзамен сөйлесіп отыр. Нұрсұлтан қаласына іс-сапармен келген екен. Бұл жақсы жаңалық екен. Иә, жақсы жаңалық екен бұл. Ендеше қыздар, мен барып біліп қайтайын. Не жаңалық болып жатқанын кейін айтармын. Мамөлдір. Енді не істейміз, Мадияр? Жалғыз қызымызға көмек бере алмай отырмыз, бетіне қарап. Қолыным аузы. Өзі бізге ауырғанын білдіргісі келмейді. Бәрі менің кінәм. Қанша ұмытайын десем де, өзімді кешіре алар емес. бір күнім өтсе мәз болып
өз қара басымды ойлап жүре беріп. Міне, аманат етіп берген отбасымды бағаламағаным үшін Алланың маған берген сынағы. Мадияр, сен неге өз-өзіңді кінәлай бересің? Айтшы. Бұл шындық. Қанша қашсаң да құтыла алмайсың. Мадияр аға, неге көңіл күйлерің жоқ, әлде бірдеңе ұнамай жатыр ма? Жоқ Айқын, бәрі дұрыс. Біз Аярудың отасына керекті қаражатты қайдан тапсақ болады деп ақылдасып отырмыз. Бәрі жақсы болса болды енді. Сіздерді Аяру күтіп қалды. Жүріңіздер. Ұйқынан тұрған болар. Мадияр. Біз мықты болуымыз керек. Біз бәрін де жеңеміз. Түсінесің бе, Мадияр? Біз қызымызды аяққа тұрғызамыз. Бізде әлі барлығы керемет болады. Бақытты отбасы боламыз. Тек өз-өзіне сенші. Жарайды ма? Біз актермыз, өмір кино тым қысқа. Кім сүйретші, кім саудагер, кім ұста. Бәріміз де басты рөлде ойнаймыз. Бөлек емес бір кадрда, бір доста. Кейбір кино аяқталар басында, кейбір кино созылады ғасырға. Ең соңында бас актердің есімі бас әріппен жазылады тасында. Жаман ауру ма? Солай сияқты. Жаман ауру ма? Солай сияқты. Бұлай болуы мүмкін емес. Мен оңай беріле салмаймын. Менің қателіктерім үшін қызымның қиналғанын қаламаймын. Ол әлі кішкентай ғой. Неге бұлай болды? Жаратушым, сен әділсің ғой. Менің күнәларым үшін қызым мен сынамашы. Тура жолдан тайсам, істеген қателіктерім болса кешіре көрші. Қателескенімді білем. Маған ақ пен қараны ажырату қиын болды. Ес білгелі жетімдер үйінде өсіп, әке-шешенің ыстық алақанын сезбедім. Бауырым деп ешкімге айта алмадым. Өз білгеніммен жүріп, бәріне сабырмен қарадым. Менің тағдырым осы шығар деп, барлық қиындыққа төздім. Өтінем сенен жаратушым. Барлық қателіктерім үшін кешірім сұраймын. Жалғыз қызыммен мені бұлай жазаламашы. Жеңеше, не көңіл күйлеріңіз болмай жүр? Сыртқа шықсам Мадияр ағадан оңай отыр. Айқын, сен бізге алаң болма.
Бізді алаңдатып отырған қызымыздың денсаулығы. Дәрігерлер не деп жатыр осы? Не десін? Отаны тездетіп жасату керек дейді. Ал біз отаға керекті қаражатты әлі таба алмай жатырмыз. Қомақты ақша ма? Менің әкем үлкен кәсіпкер. Мүмкін әкеме айтып көреміз. Қалай ойлайсыз? Жоқ, Айқын, керек емес. Онсыз да істеп жатқан жақсылықтарын аз емес. Әкеңе айтушы болма. Енді бізде астасып жатқан бай емеспіз. Бірақ әкеме айтсам, бір көмегін тигізер деген ой ғой мендегі. Жағдайларыңызды күнге көріп біліп жүрмін. Менің әкем негізі қайырымды жан. Мұқтаж отбасыларға көмегін тигізіп жүреді. Бұны айтып көреміз. Келсем, Айқын. Қазіргі заманда еш ақысыз біреу үйіне кіргізе ме? Бір бөлмелі жалдамалы пәтерге 100 000 теңге сұрап отыр. Ал сенің әкең бізді еш танымастан үйіне әкеліп паналатып отыр. Айқын, мен Мадиярды көріп келейін. Сағат 11-ден асып кетті. Жарайды, Мадияр аға сыртта отыр. Мен ертең таңғы 7:40-та жаттығуым бар. Мен демалайын. Жақсы, қайырлы түн. Сіздер де демалыңыздар. Тоңып қалмадың ба? Жоқ. Мадияр, өзіңді кінәлауды доғар. Ауырып қаласың. Қызым ауырғанша өзімнің ауырғанымда ғой. Дәл бұлай қиналмас едім. Айарудың әрбір айтқан сөзі ойымнан кетер емес. Білесің ма маған не деген? Әке, сіз осылай өзгермей жүре берсеңіз, Алла мені сізден алып қояды деді. Дәл сол кезде төбемнен бір ыстық су құйғандай болды. Бұл өмір тақтайдай тегіс жол емес екенін білем. Дария, сен менің тағдырымды бала кезден білесің ғой. Қай жерден қате жібердім, айтшы. Болды енді. Кім қателеспейді дейсің? Пендеміз ғой. Күнәсіз адам болмайды. Періште емеспіз. Ең бастысы істеген қателігіңді мойындау. Соны түзету. Мадияр, біздің қызымыз мықты. Оңай беріле салатын адам емес. Соған сенші. Дәрігерлер бізді уайымдамасын деп ештеңені ашып айтпаған секілді. Негізінде біздің жағдайымыз өте қиын. Мадияр, Өз-өзімізді алдамайық. не деп тұрсың? Жалғыз қызымыз ауырып жатса, бетіне қарап отыра береміз ба, ештеңе істемей? Ауылдағы ит жатамыз. Аз да болса бір еміне жетер. Солай істесек дұрыс болады. Дұрыс шешім. Бірақ Мадияр, біз мықты болуымыз керек. Біз берілмеуіміз керек, түсінесің бе? Егер сен осылай айтатын болсаң,
Бізге кім көмек бере алады, айтшы? Алло? Ау, әке. Қалайсыз? Рахмет, жақсымын. Жоқ, таңғы асын ішіп отырмын. Таңғы жаттығуға бардың ба? Мен жаттығудан жаңа шықтым. Сосын әке, сөйлесу керек еді сізбен. Балам, мен бүгін кешкісін Шымкентке ұшам. Аздаған жұмыстарым бар. Шаруаларымды бітіріп, Түркістанға барып, қасыңда 1-2 күн болам. Сол кезде жақсылап сөйлесек, жарай ма? Жарайды. Қызым? Қызым? Тұра ғой бөтақан мен. Қазір тамақ ішеміз. Сіздан соң дәрілерімді берем. Жоқ анашым, ештеңе ішкім келіп тұрған жоқ. Өздеріңіз іше беріңіздер. Қызым, сенсіз анана тамақ батпайды. Қане, жүр еркелеме. Қазір жуынамыз, тісімізді тазалаймыз. Жоқ, ішкім келмей тұр. Неге мені түсінбейсіз? Тамақ ішсем жүрегім айнеді. Қызым, неге ашуланасың? Енді өздеріңіз ғой, тамақ іш, дәрі іш дей беретін. Сіздер мені түсінбейсіздер. Қызым, болды. Ашуланба, ашуыңды қойшы. Біз сені түсінеміз. Тек сенің тез жазылып кеткеніңді қалаймыз. Түсінесің бе? Алтынымсың. Алтын қызым менің. Қане, көңіл күйіңді құртпа. Жарай ма? Күлеміз, қане? Қазір колясканы алып кеп берейін, жарығымсың. Қазір. Руслан Абатұлы, міне кеше өзіңіз сұратқан құжаттар тізімі, бір қарап шықсаңыз. Жақсы қарап көрейін. Басқа ештеңе қажет емес пе? Жоқ, қажет емес. Айтпақшы, аға, түркі тілдес елдердің туризмін дамыту жөніндегі форум қашанға шегеріледі бізде? Ол форум 21 наурызға. 21 наурызға? Ұзатып жүріпті ғой. Жарайды, сен маған бетші, ұсынысқа кеткен соңғы үйлердің тізімін жасақтап алып кетші, сосын бір кофе алып келе. Ол құжаттарды бухгалтерия алып кеткен болатын. Алдырайын ба? Кім, Жайнада ма? Иә, Жайнада. Жайна қайта алып келсін бәрі. Жарайды, айтайын. Так, требования безопасности не допускаются. Алло, қайырлы күн Айдар Сағдатұлы. Қайырлы күн. Мен Айарудың отасына қажетті қаражатты 2 күнде тауып берем. Жақсы. Еміне кірісе беріңіздер. Айаруды ауруханаға алып келіңіздер, отаға дайындауымыз керек. Жарайды, сау болыңыз. Дәрігерге айтып қойдым. Енді ақшаны табу керек. Ауылдағы үйде ертерек сатылса болар еді. Бәріне үлгеру керекпіз. Потому что уақыт жетпей қалады ертең. Ана жақта қазір құрылыстардың бәрін тексеру керек. Жақсы. Иә? Соның бәрін қадағалашы, мен кейде ұмытып кетіп жатамын.
Ендеше түстен кейін тағы қандай кездесулеріміз бар? Түстен кейін болғанда бүгін міне жаңадан ашылған ауруханаға барамыз. Сол жерде құрылыс жобасымен таныстырады. Иә, оны мен білем. Айтпақшы, кеше ақсақалдар алқасында кездесуді өткізген кезде Бекзат Саттарханов ықшам ауданының орталық көшесі мен Бейімбет Майлин көшесі бар ғой, қиылысы. Иә. Сол жерде салынған балаларға арналған ойын алаңы сапасысын көтермейді дейді. Қойыңызшы. Сол салған компанияны анықтап, тексеріп, алдыма шақырыңдар. Жақсы, анықтаймыз. Жиналыстың уақыты епті. 11-де емес пе? Иә. Мен осында қала берсем қалай болады? Ертеңгі кездесулердің жоспарларын бәрін дайындауға қажет болып тұр да. Жарайды. Басқа тапсырмаларыңыз бола ма? Жоқ, түстен кейін жиналыстан келген соң сөйлесеміз. Жақсы онда. Неге алмайды осылар? Так. Айжан. Айжан? Айдар Сағдатұлы, мен отадан шықтым. Ұмытып кетіппін ғой. Сәтті өтті ма? Ота сәтті өтті. Жағдай бір қалыпты. Дұрыс болыпты. Айжан, маған қазір Айарудың әкесі хабарласты. Отаға керекті қаражатты тапқан сияқты. Жақсы болған екен. Сіз өзіңізде болсаңыз, мен барып қайтайын. Жарайды. Күтемін. Дария, мен Айарудың дәрігерімен сөйлесіп, ота жасататынымызды айттым. Ақша дайын дедім. Үйді ертерек сату керек. Қандай бағаға өтсе де сатамыз. Мадияр, бізде әлі ақша жоқ. Үйіміз өтпей қалса қайтеміз. Соны ойладың ба? Көреміз. Сен алаңдама. Мадияр, қалай алаңдамайын? Бізге 17 мың доллар керек. Ал біздің үйіміз асып кетсе $8 мың болады. Қалған қаражатты қайдан аламыз? Соны ойладың ба? Сен неге тек жаман жағын ойлайсың? Бізде уақыттың аз, түсінесің ба? Бізге тәуекел жасағаннан басқа амал жоқ. Оларда адам, кішкентай қыздың өмірі. Дария, бұл өмірде де жаны жомарт адамдар бар. Бастапқы ақшасын береміз. Қалғанын ота жасатқанша тауып берем. Болды. Осымен әңгіме бітсін. Онсыз да басым ауырып тұр. Дәрі. Ассалаумағалейкум. Кірсем бола ма? Е, кел. Кел отыр. Қандай мәселемен жүрсің? Мені таныдыңыз ба? Жоқ. Өткенде әкімге келгенде мен мәселемді сіз тыңдап, әкімге айтамын деп өзіңіз уәде берген болатынсыз. Есімің кім? Досжан. Досжан, сен білесің бе, күніне қаншама адамдар өз мәселесімен келеді да, мына жерге, өтініштермен келеді. Оның бәрін басқа сыйдыру мүмкін емес қой. Енді мен ерекше түсінемін оны, бірақ мен ерекше жағдаймен келдім да. Мен 8 баланың әкесімін. Мынау үйдің кезегінде тұрғаныма 3 жыл уақыт өтті.
Иә, есіме түсті. Досжан, иә. Досжан, сен қай күні келіп едің? Біраз болды, мен көп келем, негізі. Досжан, есіме, Досжан, сенің қазір сұрағыңды қарастырып жатырмыз біз. Шешілген уақытта біз өзіміз сізге хабарыңыз береміз. Мен сол кезде айтып едім сізге. Сіздің телефоныңыз бәрі жазылып тұр менде. Қазір ол мәселені бәрін қарастырып жатырмыз. Жақсы болар еді. Сонда да бір әкімге жолықсам бола ма? Жоқ, әкімге сіз жолыға алмайсыз. Өйткені қазір Руслан Абатұлы жиналыста отыр. Жақсы, онда жақсы хабарлар болса бір айтып қоярсыз, иә? Досжан, уайымдамаңыз. Сіздің сұрағыңыз шешіледі. Жақсы, сау болыңыз. Түн келіп басқанда күндізімізді екеуміз бір жарық шаша алмадық. Шын сүйдік жүрекпен бір-бірімізді, амал не тағдырдан аса алмадық. Жастамды көзімнен есіме түссе, үмітім үзілді күн өткен сайын. Ешкімді ешкімге қоспайды күшпен, түсінсе көңілмен сезімнің жайын. Жазғаның